адам қарызға тәуелді болып өмір сүреді, қарыз болмаса тұра алмайтын болады деп айтсам, сіз сенесіз бе? Сенбесеңіз осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде мен көп жағдайда байқағаным, қарызға адам тәуелді болып қалады. Вот энергетикке тәуелді болғандай, алкогольге тәуелді болғандай, адам қарызға да тәуелді болып қалады екен негізінде. Осы сол состояниені өзі пережить еткісі келеді да. Бір қарызға кейін бір қарызға кіріп, өзінің өміріне өзі шақыра бастайды. Ол қалай десеңіз, мысалға, Джон Кеха айтады да, адам қандай проблема болса дейді өзінің өмірінде, ол кісі миды зерттеген адам ғой, ғалым былайша айтқанда. Ол кісі айтады, адамның өмірінде қандай да бір проблема болып жатса дейді, мәселе болып жатса егерде дейді, оның бәрін өзі создавать етеді өзінің өмірінде дейді. Ол шынымен қарап тұрсаңыз солай, Құдай сізге проблема создавать етпейді, өзіңізге өзіңіз создавать етіп аласыз ғой, білмегендіктен, қателескендіктен, бір жерде ойланбай істегеннен, дәл сол сияқты мысалға бұрында былай айтқан тұғын бір жерде естігенмін да, бір күйеуі әйелін ұрып жатқан кезде, күнде осы таяқ жейді, неге кетіп қалмайды деген кезде, ол сондай өмірге ет өліп кеткен, оның еті үйреніп кеткен, ол сол сөйтіп таяқ болмаса тұра алмайды десе, мен шошығам да, жаспын ғой, енді қорыққанмын ше, не айтып жатыр мына кісі, қалай адам таяқ жеуге тәуелді болады, таяқ жегісі келіп тұрады деп ше. Ол негізінде сондай екен. Адамның психосоматикасы сондай да, негізінде ми солай по привычке жұмыс істейді да. Сіз қарыз болдыңыз, бір кредитпен жауып жүрген жандар бар, сол енді өзі қарызды шақырып алып, соны переживать етіп, сонымен қайғырып, соны уайымдап өмір сүреді да. Басқа өмірде көзіне елестете алмайды. Наоборот, соны орнына жақсы өмір таңдап алуға болады, вот қайғыруды таңдағандай, қарыздан шыға алмағанды, қарызбын, қалай қайтсам құтылам деп жүргенше, соны қайғырып жүргенше, содан қалай шығудың жолын ойласа, адам ертерек табады негізінде да. Сол қарыздан шығып кетудің жолын ертерек табады. Жоқ, бір қарызбен жабу арқылы, уайымдау арқылы, соны стрессте жүріп, мимен адам өзіне бір шақырады энергиясымен, екіншісі соны солсыз өмір сүрамайды уже. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де солай ол. Солсыз өмір сұрамайды. Өмірдің мәні сол. Өйткені ол өзінің өміріне бір сәт оңаша қалғысы келмейді. Өмірімен былай бет-бет келгісі келмейді да, өзінің ошибкасын признавать ететін, өзінің қателігін признавать етуге қорқатын адамдар бар да, мойындамайды. Жоқ, ол мен емеспін. Мемлекет кінәлі, ел кінәлі, жұрт кінәлі, бәрі кінәлі, тек ол өзі кінәлі емес та. Жоқ, мен емеспін ол деп мойындамайды. Мойындағысы келмейді, өзінің реальностін көргісі келмейді да. Сол үшін өзінің шынайы бет-бет келе алмағандықтан, өзінен қашқандықтан, қарызға кіре беретін содан. Сау болыңыздар.